Сан қысқарса сапы өзгереді теоремасын білім және ғылым министрі Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұлов іске асырмақ. Әрине даттайтындар да болады, жақтайтындар да болады. Даттайтындарға жауап дайын. Тынышталыңдар. Ой, шуылдайсыңдар ау сендерде. Жасай берсін Жұмағұл. Сонымен сюжет тамашалайық. Жабық кеңесті ашық деп жариялаймын. Қазір елімізде 136 жоғары оқу орны бар. Алдағы 2 жыл ішінде 66 жекеменшік университеттің 36-сы оңтайландырылып, 100-ге жуық ең озық оқу ордалары қалады. Шешім бір ауылдан қабылданды. Қосылу, қосып алу, жабылу. Тағы да қосылды. Я болмаса жаңа бірігу. Қазір осы сөздер хит. Тиісінше әлгі шешім бәз біреулерді қылып жатқаны рас ит. Сонымен қысқартудың көздегені не? Біз қысқартып жатқанымыз жоқ, біз көбінесе біріктіріп жатырмыз. Ал енді бұл тек қана жекеменшік оқу орындары емес. Кейбір жерде біз мемлекеттік университеттердің де бастарын қосайық деп отырмыз. Бұдан бірнеше жыл ілгеріде жекеменшік оқу ордаларын көптеп ашып, бәсекелестікті арттырамыз деген ой болған. Бірақ соның арты лицензия сыйлайтын тойға айналды деймін. Кезінде үйреніп қалды ғой. Телефонды көтере салып, шала салып, мына бере салшы. Ол жеңіл болды кезінде. Онда лицензия таратылды деп айтуға болады былайша. Салдарынан 20-ға жуық мамандыққа рұқсаты бар. Бірақ іс жүзінде 200-ге жетер жетпес студентке білім беріп отырған университет көбейді. Қазір мемлекеттік жоғары оқу орындарында бір педагог кадрды дайындауға жылына мемлекет 440 мың теңге қаржы шығарады. Ал жекеменшік жоғары оқу орындары 100 мыңнан 150 мыңға дейін аралықта соларды ақыл негізде дайындайды. Арада көріңіздер 3 есе 3,5 есе айырмашылық бар. Шәкіртке берер білімін қайдам, алар алымы жақсы. Бәлкім иесінің көксегені де сол шығар. Бұл ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүріп, қызыл дипломды қалың қалтамен қантаратындарға қолайлы болды. Кейбір оқу орында жасырын бірыңғай ұлттық тапсырма балаларды қабылдағысы келгендер сондай бар деп естіп жүрміз. Олардың бәрі қосқан кезде ашылады. Кімдікі жабылады, қайсысы толсады? Міне, осы сұрақтар қазіргі шу мен дудың түп негізі. Біз оған шыдауымыз керек пе? В каждом высшем учебном заведении стоит кто-то из Астаны. Әлгәзірде саясат зеркелерінің тіресі басталды. Министр ашып айтпаса да, лобби жасаумен айналысып жүр деп кімді меңзегені белгілі. Ақжол партиясының төрағасы Азат Перуашев жекеменшік университеттерді жабуға қарсы болды. Халық қалаулысының пікірінше, жекенің иелігіндегі оқу орындары сапалы білім береді. Бірақ министр ешкімді тыңдар емес. Әзірге 14 жекеменшік университетті жабу жөнінде министрлік сотпен жұмыс істеп жатыр. Мұны естіген құрық ұзындар құрғарап отырған жоқ. Маған бір-екі мұғалім телефон шалды. Бұл мырзаның да Қызылорда қаласында гуманитарлық университеті бар болатын. Ана бір жылы жабылды. Жоқ, тіпті олай емес. Анығы колледжге айналды. Бәлкім мұндай реформаның боларын алдын ала сезгенді. Бұны мен ойлаймын, саясаттандырып қажет жоқ. Бұл қоғамда болып жататын өзі табиғи процестер. Мүлдем жабылып қалмай тұрғанда жымғылайық деді ме? Әйтеуір бірігуді бастап кетті көпшілігі. Алғашқысы оңтүстік өңірліктер. Бұрынғы Қонаев атындағы университет және жол қатынастары университет. Қазір бірігіп, сол Қонаев атындағы гуманитарлық көлік және құқық университеті болып атандық. Бірақ ешқандай біз одан ұтылғанымыз жоқ ешқандай. Ал маңғыстаулықтардан мән кетті. Болашақ институты оқу жылының аяқталуына 3 ай қалған кезде жабылсын деген бұйрықпен танысты да шуласты. Бізде қазір 2 қанабыз бар ғой. Соларға барып айтамыз, балдарды ғалымдарды басқа істейді. Бірақ мұндағы оқытушылар мен студенттер Маңғыстау гуманитарлық техникалық университетімен қосылуға наразы. Біз Есеновке ауысатын болсақ 450 мың ақша төлейміз, ал мұнда біз 190 мың төлеп жатыр. Стандарт бойынша институтта оқитын білімгерлер саны 960-тан кем болмауы тиіс. Ал болашақта 817. Сосын ғылыми дәрежелі оқытушылар да аз емес мұнда.
Анда 2000 болу керек, 500 бар ма жоқ па енді? Әділдік болу керек та, шындық. Екеуі де сол үшін біздер айтып тұрғанымыз. Әйтпесе, олар да біздегідей сайма-сай болып тұрса, біз ешқандай ештеме айтпас едік. Екі оқу ордасын біз салыстырмадық. Тек екеуінде де оқып көрген студенттен сұрадық. МГТУдан ауысып келдім. Ол жақта жағдай жоқ болғасын, материалдық жағдай өте төмен, асханасы жоқ, жатақханасы жоқ. Ал мынау елордада орналасқан Астана университеті. Бірақ мұнда әлі тыныштық. Басшылық тек сыбысқа құлақ түріп, болжам жасап отыр. Евразиялық институт пен Туран Астана университетін бізге қосу деп. Бірақ ол сұрақ әлі шешілмеген. Осыдан 2 жыл бұрын есігін айқара ашқан Астана университетінде қазір 600-ге тарта тәлімгер тіркелген. 16 мамандыққа оқытады. Білім беру сапасын салмақтау қиын, тек бір айтарымыз сыртындағы көрініске қараңызшы. Бүгін бізде студияда министр емес, сол білім және ғылым министрлігіндегі білім және ғылым саласын бақылау комитеті төрағасының орынбасары Нұржамал Әбдіразаққызы, қарсы алыңыздар. Ортаға келіңіз, қош келіпсіз. Ортаға келіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Бәрі жақсы ғой, бәрі дұрыс қой. Бұл студенттер, қарап отырсаңыз, қысқартылып жатқан жоғары оқу орындарының ішіндегі студенттер. Бұларға не айтсақ болады? Бұл студенттерге бұл қысқарту немесе оңтайландыру деген қазіргі жүріп жатқан үрдіске студенттердің ешқандай қатысы жоқ. Себебі бұл оңтайландыру үрдісіне студенттер ешқандай да зардап шекпейді. Себебі ол қандай оқу орнында оқымасын, ол жекеменшік оқу орнында болсын, немесе мемлекеттік оқу орнында оқымасын, студенттің мүддесі ол заңмен қорғалған. Сендерге солай түсіндірді ғой, деканатта, ректоратта, қазір алаңдап жүрген жоқсыздар ешқандай мәселе. Түсінікті. Енді бұл жоғарғы оқу орны, көріп отырсыздар, студенттік парталар, тақта. Бұрынғы еске алайық, өзіңіздің орныңызға отырайық. Группаңызда старосты болған шығарсыз. Болдым. Бәрекелді, онда сіз алдында отыру керексіз. Жайғасыңыз, сіздің орныңыз. Енді мынау қысқарту деп жатырмыз, алғашқыда 149-дан 136-ға дейін қысқарды. Қазір енді 36-сын бірден қысқартайын деп жатсыздар. Бұл қаншақты бойларыңызға бір ауыр жүк алып қойған жоқсыздар ма? Жоғары оқу орнын қысқарту жеп-жеңіл іс сияқты министрлік үшін. Жоқ, мүлдем ондай емес. Біз бірден 36-ны қысқартамыз деген ондай жоспар қабылдай алмаймыз, ондай қабылданғаны жоқ. Жалпы біз енді арадан бастайтын болсақ, біз тәуелсіздік алған жылдары 1991 жылы жоғарғы оқу орындарының саны 55 болатын. Содан кейін нарықтық экономикаға көшкен кездерде, біз нарықтық экономиканың ең шыңына жеткен кезде жоғарғы оқу орындарының саны 182-ге дейін жетті. Бұл енді әлемдік деңгейде, мысалы дамыған елдердің мысалымен алып қарайтын болсақ, дамыған елдерде әрбір миллион халыққа шаққанда 1-ден 6-ға дейін ғана жоғары оқу орны бар екен. Мысалы алдыңғы қатарлы Франция, Америка, Германия және Жапония сияқты елдерді мысалға алатын болсақ. Ал Қазақстан жоғарғы оқу орындарының саны жағынан өзіміздің халқымыздың санын білесіздер, 16 миллион халыққа. Біз жоғарғы оқу орнының саны жағынан осы мемлекеттерді басып озып 1 миллион халыққа 9 жоғарғы оқу орнынан келеді. Бұл енді кезіндегі министрліктің қателігі ғой. Енді ол министрліктің қателігі деу қиын шығар. Енді нарықтық экономикаға көшкен кезде бұл осындай жағдайлар болды. Одан кейінгі қысқартулардың нәтижесінде ол көптеген өздеріңізге белгілі сапасыз білім беретін филиалдар көбейіп кетті. Жоғарғы оқу орындарының. Міне сол сапасыз филиалдарды жабу үрдісі жүрген болатын. Енді 2012 жылдың басында Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының саны 149-ға дейін келді. Енді мына соңғы 1,5 жылдың ішінде осы оңтайландыру нәтижесінде қазір жоғарғы оқу орындарының саны 136 болып отыр. Оның ішінде 9 ұлттық университет бар. Өздеріңізге белгілі. Содан кейін үлкен халықаралық 2 университетіміз бар. Біреуі Назарбаев университеті, екіншісі Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университеті. 16 акционерлік жоғарғы оқу орындары бар. 13 азаматтық емес, яғни әскери оқу орындары бар. 33 мемлекеттік оқу орны және жаттап, дайындалып келіпсіздер енді. 63 жекеменшік жоғарғы оқу орны бар. Өйткені мен енді осы бақылау комитетінде істегеннен кейін жоғарғы оқу орындарының түріне де, санына да мен жауапты болғаннан кейін мен әрине жатқа білуге тиіс. Тек қана қарап отырсақ жекеменшік
университеттер, институттар қысқартылуға ұшырап жатқан сияқты филиалдар деп жатсыздар. Білім сапасын солардың тексересіздер. Сол жақтан кемшіліктер табасыздар. Ал ұлттық университеттерде немесе өзге де мемлекеттік университеттерде кемшіліктер таппайсыздар. Неге олардың саны қысқармайды? Жалпы жоғарғы оқу орындарын оңтайландыру үрдісі бұл елбасының тікелей алға қойып отырған тапсырмасы. Жоғарғы оқу орындарына біз мысалы жекеменшік оқу орындарын жабамыз немесе мемлекеттік деп ол таңдап, оларды жабу міндетін біз қоя алмаймыз. Аттестациялық тексерулер кезінде өкінішке орай жекеменшік жоғарғы оқу орындарының білім сапасы әрине көңіл көншітерліктей болмай отыр. Мына мысалға алып қарайтын болсақ, былтырғы ғана оқу жылында 12-ші жылы тексеріс кезінде біз 24 жоғарғы оқу орын тексерістен өткіздік. Соның ішінде 8 жекеменшік жоғарғы оқу орны болды. Сол 8 жекеменшік оқу орнының студенттерінің қорытынды аттестация кезінде тестілеуден өткізген кезде, білім сапасын тексерген кезде, сол 8 жоғарғы оқу орнының студенттерінің 60% 2 және 3 деген бағаға ие болды. Осыдан ақ көрініп тұр. Түсінікті. Жақсы жауап беріп жатсыз. Рахмет сізге. Айтпақшы, сізге сұрақ қойғысы келіп жатқан азаматтардың саны өте көп. Студияның сыртында көбейді, бірақ біреуі ғана қалды, біреуі шыдамады деймін. Қарсы алыңыздар, алдарыңызда Евразия нарық институтының ректоры Айтқали Шоқалайұлы. Қарсы алайық ағамызды. Қолына кітаптарын, еңбектерін алып келіпті. Ассалаумағалейкум. Былай өтейік. Иә. Саламатсыздар. Профессор келген кезде орнынан тұру керек, студенттер сіздерге үйрету керек пе әлде? Жақсы. Енді сізді орныңыз мына жерде, алдыңғы қатардан. Бірге отырыңыздар. Бірақ басынан бастап Еуразия нарық институты 2 жыл болды. Экономика және басқару академиясы, одан кейін тері арқылы Еуразия нарық институты жоғалтып алмас үшін. Түсіндіңіздер ғой? Түсіндіңіздер. Рахмет сізге. Отырсаңыз. Аға, енді сіз туралы біз көп ақпарат іздедік. Ғаламторда Google-ға кірсек, отыра берсеңіз болады. Google-ға кірсек, мәлімет мүлдем аз, бірақ қана ақпарат бар. Неге сонша қарапайымсыз? Өзіміз қарапайымбыз ғой. Бәлкім осы қарапайымдылық, бәлкім осы қарапайымдылық сіздің жоғары оқу орныңызға осындай тексерістердің көп келуі қысқарған жоқ қой университетіңіз, ондай институтыңыз? Аллаға шүкір, тұр ғой, ол қысқаруға тиіс емес. Тиіс емес. Мынадай кітапқа шығып, Европаның 30 елінде арасында осы институт осыған кіріп, оның ректор 500 беделді адамдардың арасында дегенде сондайды қысқартатын болса, онда біз қандай оқу орнын қалдырамыз? Пікіріңіз түсінікті. Енді қалай? Сіздің пікіріңіз қандай? Қазіргі министрлік тарапынан жасалып жатқан реформаға. Бүгінгі бастықтар ғой, соңғы 2-3 жылдарға. 20 жылда осы 7-8 рет өзгерді, бізде енді профессорлар қалып отырады, бастықтар өзгеріп отырады министрліктің. Ал енді мынадай жағдай, сізге жаңадан келіп, сіз құтты болсын жаңа орныңыз Нұржамал Абдырақызы. Ал енді ертең жоғарғы оқу орнын тексергендерде, егер осымен байланыстырсаңыз, мынадай 2 мәселе бар. Мына государственный общеобразовательный стандарт образования деген, міне соның біреуі мына Ленинград бойынша алайық. Санкт-Петербург. Ал мына Санкт-Петербургта осы біздермен қатар бір уақытта құрылған Санкт-Петербургский университет экономики и управления экономики деген мына корпусы. 30 000 студенті бар бүгін. Бұрынғы филиалдарын бәрін сыр бойынша алған ғой. 600 000 библиотекасында кітаптар бар, Сонда 600 000-ды 30 000-ға бөлсеңіз, әр балаға, әр студентке 20 данадан келеді, Ал тоқтай тұрыңыз, айналайын. Сонда сіз қандай стандартты айтып отырсыз? Жаңа айтып кеттіңіз, стандарт бойынша біз тексереміз деп. Сіздің стандартыңызда 140. Ал мына компьютерлік заманда отырмыз, информациялық заман. Ал енді барлығы әр студенттің қолында жүр жаңағы iPhone, iPad бәрі, осындай уақытта. Мына біз қалып қоямыз ғой басқа елдерден. Конституцияда көрсетілген. Сонымен қатар жалпы білім беру заңында көрсетілген. Кез келген жоғарғы оқу орны, оның өзінің түріне қарамастан да, ол жекеменшік болама, мемлекеттік болама, оларға қойылатын талап, ол мемлекеттік білім беру стандарты деген бар, мемлекеттің бекіткен стандарты, сол мемлекеттік стандартқа сәйкес болу керек. Рахмет. Енді екеуіңіз бірге отырсыздар партада.
Болашақта да сіздердің орындарыңызды басатын осындай ізденушілер, осындай студенттер көп бола берсін дейміз. Рахмет сіздерге.